Құрметті достар, алдарыңызда JAC GS5 24 жылғы. Мен июннің 9-ма сол кездерде алдым. Енді бұл JAC сериалы машиналардың ішіндегі GS4 жиі сатылады, GS6 бұл соның ішінде бір өгей шешеден туған бала ұқсап, қатты көп білмейтін, сайманын іздесеңіз GS4 пе GS6 ма деп көп программалардан шыға бермейтін электриктердің тағы басқаларының GS5 деген нұсқасы. Осы JAC GS4, GS5, GS6-ның ішіндегі ең алды морда дейді ғой. Ең мордасы әдемі осы, шыны керек. Енді бір жылдан асты ғой, енді 1,5 жыл болып қалды ма енді? Не болды бұл машинада? Қандай кемшіліктер бар, қандай минустары болды деген әңгіме айтып өтейік. Бұл видео пікір, обзор емес, видео пікір. Бұл машинаға обзор жасап жатқан жоқпын. Отзыв. Бұл машинаның ең бір нашар жері өзі қысқа, кішкентай ғана каратыш болғаннан кейін бұлар андай гармошка жолдарда ойлы-қырлы жерлерде секіреді. Бір секірсе доп секілді 3 рет, 4 рет секіреді. Ұзын емес қой бұл. Сондықтан да сол бірінші кемшілігі. Зауыттан шыққанда, құрастырылғанда дөңгелектеріне развал схождение жасалмайды екен. Жасау керек, әйтпесе дөңгелектер жейді, бірінші. Екінші, енді мен бұдан стойка айырбастадым. Себебі мен Жаңарқа, Жезқазған деген жолдарда көп жүрдім. Ол жолдар енді Құдай самасын жол деп айтуға келмейтін жол. Сондықтан да ал басқа тегіс жерлерде жүретін жігіттер ауыстырған жоқ шығар деп ойлаймын. Былайынан айтарлықтай кемшілік жоқ. Тамаша жүріп тұруға болады. Тауда да, таста да көп жүрмін. Қазір 60 мыңнан асты, 61 мыңға кетті. Жылқыда қайыр жүрмін, ауылда жүріп. Қарға да салып бақтық. Әзірге тоқтап, ондай бір асылып қалған кездері болған жоқ. Өзі 18 дискпен келеді. Мен жазда 17 мен жүрмін, міне. Қысқылар сол 18 бен тұр, негізі өзінің 18 мен. Бұда болған проблемалардан жоғарғы жағынан май білінді бір рет. Мен оны турбина шығар деп дилерлерге бардық, олар да турбина деді. Бірақ дұрыстап қарасақ, жоғарыдағы крышкадан, головкадан, қақпағынан кеткен екен. Герметиктап, дұрыстап прокладкасын дұрыстап жапқаннан кейін ол проблема тоқтады. Бұлайынан айтарлықтай басқа проблема болған жоқ. Біреулерде коробкадан, біреулерде двигательден басқадан болып жатады екен. Сосын 40 мың примерно сондай жүрген кезде негізі свечасын ауыстырыңыздар. Мен сәл одан көбіректе жүріп ауыстырдым. Негізі шамамен 40 мыңды ауыстырған дұрыс екен. Қазір бензиндер нашар, свечалардың бастар кәдімгідей желініп қалады екен. Енді басқа не істедік? Басқа түкістелген жоқ, шыны керек. Әрине жаңа машинаға бірден істеудің де қажет жоқ. Соққан жоқпыз, сырған жоқпыз, Құдайға тәуба. Решеткасына торғай сындырған жері бар решетканың. Оны да жамап қойдық. Бұлайынша жаман машина емес, жүруге болады. Климат контроль жоқ. Сонысы жаман, бірақ та қолмен бірдеңелерді белгілеп аласың, өзі үйреніп аласың. Сол бір температураны ұстап тұрады, климат контроль секілді. Бірақ бүйтіп бұрап емес, қолмен дисплей. Бір кішігірім кемшілік, мынау мониторлары, енді дәу монитор ғой, барлық дисплей, барлық управление осы арқылы. Физический кнопкалар жоқ. Мынау істемей қалса не болатынын білмеймін. Алатын кезде ойланбаппыз. Бірақ қыста да, жазда да, аптап ыстықта 40 градус аязда ештеңеде зависеть еткен жоқ. Міне 61 мың 590 жүріліп тұр екен.